Ассаламағалейкум достар. Келесі сабағымыздың тақырыбы интеллектуалды даму. Сабағымыздың мақсаты интеллектуалды дамудың әдістерін үйрену, білім, тәжірибе, қабілеттерді қалай жетілдіруге болатынын түсіндіру сіздерге. Бүгін сабақта біз не өтеміз? Интеллектуалды қалай дамуға болады? Екінші, оқу және өз-өзіңізді дамуға арналған стратегияларды қалай жасауға болады? Үшінші, тәжірибе алуға қабілеттендірудің маңызы. Осының төңірегінде болмақшы. Негізгі ақпараттық білім, интеллектуалды даму дегеніміз бұл білімімізді кеңейту, ойлау қабілеттерін жетілдіру, жаңа дағдыларымызды меңгеру арқылы дамуларымызды жалғастырудың процесі. Бұл үрдіс өмір бойы жүреді және де әртүрлі формада сізге іске асу мүмкін. Оқу арқылы, тәжірибе алу, сынақтар, қателіктерден үйрену, сондай-ақ басқалармен білім алмасу деген сияқты дүниеде сіз интеллектуалды тек қана дамып отырады екенсіз. Оқу және өз-өзіңді дамыту дегенге тоқталып көрейікші. Ол мысал үшін кітап оқу, жаңа идеялар мен тұжырымдамаларды тану үшін ең жақсы әдістердің бірі екенде. Кітаптан сіз өте көп білім аласыз. Мысалы, Японияны айтатын болса, олар айына бір жылдың ішінде жәнегі 50 кітапқа дейін оқиды екен. Бір жылдың ішінде. Ал сіз қанша кітапқа дейін оқисыз? Сол жайында ойланып көріңізші. Сіз жылына бір 5-10 кітап оқисыз ба? Бізде қазақстандық бір статистикаға қараған кезде, қазақстандық әрбір азамат кем дегенде 3-5 кітап оқиды екен деп жылына. Онлайн курстарды өтетін болсаңыз, кез келген уақытта өзіңізге бір қол жетімді онлайн жерде жүріп білімдерді алу мүмкіншілігіңіз бар. Дәл қазіргі осы берекелі бизнеске бағыт курсын өзі онлайн. Ойлаңыздаршы, көлікте келе жатқан кезде тыңдауға болады сізге. Кез келген бір кешке болсын, түнде болсын, алып телефоннан алып тыңдап, өзіңіздің біліміңізді кеңейтуге, сол өзіңіздің біліміңізді дамытуға болады. Вебинарлар, семинарлар, сала мамандарына тікелей білім алуға мүмкіншілік береді. Дәл сол адамның жанына бармай, алыстан өзіңізге бір актуальный тақырыптарды алу арқылы біліміңізді дамыта бересіз. Тәжірибе алу, жаңа қызметтерге жәнеге қатысу. Өзіңіздің бір істеп жатқан салаңызда тәжірибеңізді, жаңа дағдыларыңызды меңгеру арқылы, одан дамыту арқылы сіз өз-өзіңізді одан сайын ары қарай танисыз. Егер де сізді, мысал үшін, кейбір жұмыстар бар, жұмысқа алынбауы мүмкін, бірақ та сіз ол жерге волонтер болып кіргіңізге де болады. Не үшін? Мына біліміңізді одан ары қарай жетілдіру үшін. Әлеуметтік дағдыларды дамытасыз сол арқылы. Саяхаттауда негізі шынымен де бізді дамытады екен. Былайша айтқанда осмотренность дейді ғой. Мысал үшін, Кантон выставкасында 231 мемлекетке дейін жәнеге қатысады екенде Кантонға. 231 мемлекеттің мәдениеті, 231 мемлекеттің пайдаланып жатқан тауарлары бір ғана жәрмеңкеде болады. Ойлаңыздаршы, қандай сіз тәжірибе аласыз? Үлкен тәжірибе аласыз, колоссальный. А біз бір Қазақстанның ішінде даже, Алматының ішіндегі мысалы қолданып жатқан дүниелер Астанада ұқсамауы мүмкін. Сол үшін де сіздің сапарларыңыз, сіздің көзқарасыңызды, былайша айтқанда орысша осмотренность, көру жағынан сізді дамытады екенде. Сол үшін үнемі сапарлаңыз. Ең құрғанда сапарлайтын жағдайыңыз жоқ болса, өзіңіздің қалаңызда бір жүрмеген жолдармен жүруге тырысу керек. Біз бір жолмен жүре береміз ғой. Мектепке бір жол, жұмысқа бір жол, қайтарда бір жол деген сияқты. Әртүрлі жолдармен жүрсеңіз, әртүрлі адамдармен танысасыз, әртүрлі бір жағдайларды көресіз. Шығармашылықпен айналысу, ол да бізді дамытады екен. Өнер, музыка, шығармашылық ойлауды дамытады және де рухани бір өзімізге бір рухани бекітілуге әкеледі. Жазу, ойларымызды жинақтау және де қабілеттерімізді жақсартады екен. Мышлениемізді қатты бір распыляц етіп, шашырап жүрген болсаңыз, онда осы жазу деген нәрсе сізге жақсы көмектеседі.
әлеуметтік қарым-қатынасты орнату, communication дейді ғой, коммуникацияны орнату, топпенен жұмыс жасау, командаменен жұмыс жасау, басқару дағдыларын жетілдіреді сізге. Сол үшін адамдармен араласуға тырысыңыз. Сол үшін кит кәсіпкерлер қауымдастығы сияқты дәл осындай бір құндылығы өзіңізге сәйкес келетін қауымдастықты тауып алып, сол ортаға кіріп алыңыз. Сол ортада өзіңізбен бірге біз қазір 18 қалада 400-ден астам ірі бизнесмендер бірігіп жүрміз. Мақсатымыз не? Мақсатымыз сіз сияқты тәжірибелі кәсіпкерлердің дағдыларын дамыту. Сол арқылы сіз әлеуметтік қарым-қатынасыңызды дамыту арқылы біліктілігіңізді білесіз ба? Сіз былай бір сатыдан өсіріп жүрген болсаңыз, былай сразу 100 сатыға көтересіз. Әлеуметтік қарым-қатынас арқылы сіз басқа бір адамның жүріп өткен тәжірибесін бүйтіп ала саласыз. Не аласыз? Сіз 5 жылда жүріп өтетін уақытты қысқартасыз 1 жылға дейін. Басқа біреудің тәжірибесін ала салу арқылы. Сіздерге үй тапсырмасы 1 аптаның ішінде жаңа нәрселерді үйренуге тырысыңыз. Мысал үшін, жаңа сөздер, бәлкім бір жаңа хобби болуы мүмкін. Күнделікті жазып жүріп, өзіңіздің ойларыңызды және де өздеріңіздің бір үйренген нәрселеріңізді жазып жүріңіз. Сол аптаның ішінде өздеріңіздің бір қызығушылықтарыңызға сәйкес келетін кітаптарды тыңдап, соны оқыңыздар. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Келесі сабақта кездескенше.